Баршаңызға сәлем, сіздермен дренажды массажбен бөліспекшімін. Дренажды массаж дегеніміз баланы өкпесінде қақырықты шығаруға арналған массаж. Дренажды массаж жасағанда баланың басы кішкене төмен болу керек. Сосын балаға 50 мл жылы су беру керек, немесе еметін бала болса емізіп алғаныңыз жөн. Ол қақырықты шығаруға жақсы көмектеседі. Сосын омыртқаға және бел аймағына бүйрекке күш түсірмейміз. Алдымен өкпені жылытып аламыз. Ол үшін төмен және жоғары қараған қимылдарды кезектестіре бірнеше рет қайталаймыз. Келесі төменнен жоғары қарай орташа қарқынмен қолымыздың қырымен ұрғылаймыз. Осылай ұрғылау арқылы бронхтарда тұрған қақырықты жылжытамыз жоғары қарай. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыз. Осы массаждарды жасап болғаннан кейін бала қақырықты жұтып қойса ештеңе де етпейді. Ол баланың үлкен дәретімен бірге сыртқа шығып кетеді. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.